Баршаңызға сәлем, құрметті менің тыңдармандарым. Өмір жолы арнасына қош келдіңіз. Арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, ой-пікірлеріңізді қалдыруға болады. Түнде туған ақ сарбас саулықтың қозысын енесіне теліп, еңкейе бергені сол еді, Шәркүлдің оң қабағы бүлк-бүлк тартқаны. Кейде адам деген өзі қызық қой. Оң қабағының тартуын жақсылыққа жорып, әлденеге іштей елегізіп, үміттенетіні бар. Көзін оң қолының сұқ саусағымен жайлап сипап, ұзағынан деп күбірледі. Аяғы жерге, тұмсығы енесіне жетпей, екі ортада салбырап қалған ақ қозы тыпырлады. Шәркүл сонда барып тізе бүгіп, жарықтық-ай деп, қозыны енесінің бауырына салды. Қозыны ауыздандырып отырып, қиялы шар құрып, алысты кезіп кетті. Пенде емес пе? Әркімге өз туысы жақын. Есіне Сапардың биыл университет бітіргелі отырған інісінен бұрын әскердегі өзінің кенже бауыры түсті. Көзінің тартуын соның аман есен оралуына жорып отыр қазір. Бұлар елден шалғай. Қандай хабар болмасын, бірінші ауылдағы ағайын туғандарға жетіп, бұларға ара қонып асықпай келеді. Шәркүл өздерін үлкен әлеммен жалғастырушы, қонағы да, ұлығы да келетін жалғыз күре жолға қарап елеңдей берді. Бір тәуірі осы жолы көп күттірген жоқ. Түс ауа орталықтан келген кітапханашы қыз бір топ газет журналмен бірге мұның қолына әдеттегідей қалыңдау хат ұстатты. Бірден таныды. Қайнысының мөрде жазуы көзге ыстық тартып барады. Қайнысы Алматыда, үлкен оқуда. Шәркүлдің шамалауынша биыл тамамдайтын болуы керек. Өзі Сапардан мүшел жас кіші. Сонда шал кемпір Сапарға медет, шаршап шалдыққанда демеу берер қуат болсын деп атын Қанат қойыпты. Шәркүл оны төре жігіт дейді. Төре десе дегендей ау деп қайнысының ауыл дәстүрі бойынша үлкейтіліп, қабырғаға ілінген суретіне қарап, кейде айтып қояды. Алдында Асқар таудай әке, сөзін жықпас аға болғаннан ба, ол Сапарға қарағанда қамсыз, шаруаға қырсыз болып өсті. Бірақ мінезі салдырлақ, төгіп шашпа жомарттығы тағы бар. Әрі жиын тойға үйір. Осы әдеті өзіне үйлесімді еді. Мектеп бітірген соң аудандық газетте 2 жыл жұмыс істеп, оқуға аттанды. Оқуы жазушының дейме, тілшінің дейме оқуы көрінеді. Әйтеуір жаман оқу емес екенін Шәркүл біледі. Конвертті қысып ұстаған күйде қалбалақтап үйге жүгірді. Қысып ұстамаса, жақсы хабары конверттен шығып, тұра қашатындай ақ көреді. Дулаттың көкесі, төре жігіттен хат келді ғой, басыңды көтерші. Үйді басына көтере самбырлай кірді. Ау, Сапар орнынан созыла тұрып, кеудесін көтеріп отырды. Оның түскі шайға келгені еді. Шәркүлдің шайы қайнағанша көз шырымын ала тұрайын деп қисайған. Көз ілінгені сол еді. Әншейінде, әй сонша неге желіктің деп зекіп тастар еді. Қанаттан хат келді деген соң көңілденіп, жадырай түсті. Інісінің атын естігенде көкірегі сағыныштан сарқырағандай болды да, бір нәзік нұр құйылғандай жайдарыланып сала берді. Оны биыл жиі ойлайтын болып жүр. Оқу бітіретіні көңіліне көп демеу. Келіп, ауданға жақсы қызметке орналасса, бір жағына шықса деп көксейді. Қойдан қажыған, талған шақта осы ой қуат береді. Әлгінде ғана ат соғып, ауыр тартқан бойы жеңілденіп кеткендей, өзін тып-тың сезініп қалды. Дем ала алмай оянғанына өкінген жоқ. Шәркүл о бастан күйеуінің алдына шығып көрген жан емес. Хаттың да сол үйде болған кезде келгеніне қуанды. Шаршап жүреді, көңілі көтеріліп, сергіп қалатын болды деп қуанды ғой Шәркүл. Хатты күйеуіне ұстатып, өзі жанына жүрелеп отырды. Сапар қара суықтан жарылып кеткен, быртиған саусақтарымен конвертті ебедейсіз ашып, ішінен 4 бет хатты алып, аудастырып қарап шықты. Асықпай, баппен оқуға кірісті. Кей тұсында не дейді деп қойып қайта оқиды. Өй күшік, бұл да қатын алуға жарап қалған екен ғой деп кеңкілдеп күліп алды. Шәркүл еш нәрсе ұқпады, сонда да бөлмеді. Сапар хатты оқып бола беріп, ой бәйбіше,
тойға дайындал, қайның үйленетін көрінеді, деп көңілденгендегі әдетімен келіншегінің иығына ап-ауыр қолын арта салды. Бұл оның шын қуанғаны еді. Рас па? Міне жазыпты ғой, сенбесең өзің оқышы. Шәркіл хатты қолын алып, сапар құсап, абдырамай, дауыстап, біркелкі ырғақпен түсінікті етіп оқып шықты. Хатында Қанат барлық жағдайды түсіндіріп жазыпты. Оқу аяқталып қалды. Жасым болса 25-тен асып барады. Енді үйленуге рұқсат берерсіздер, депті. Келін сол жақтың қызы көрінеді. Өзімен бірге бітіргенге ұқсайды. Алматыдағы жыра жолдастарына бір үлкен той өткізгісі келеді екен. Сабақ аяқталған соң келіндеріңізді алып ауылға барамын. Ондағы ел жұртқа той өзіміз барған соң жасалар. Алдымен Алматыдағы жолдастар тарап кетпей тұрғанда, осы көктемнен қалдырмай өткізсек, дейді. Ағасы мен жеңгесіне, өздеріңіз келіп, тойдың басы қасында болмасаңыздар болмайды ғой, деп аяқтапты. Шақыру билетін қоса салып жіберген екен. Бұған Сапар мен Шәркіл қуанбағанда қайтсын. Біліп едім-ау, деп мақтанып қойды Шәркіл. Көзімнің тартуы бөлек еді бүгін. Сезгенмін ғой бір нәрсені. Әуегейлігінді қоя тұр, шайыңды жаса. Морт кететін томырық әдетіне басып, қабағын түйе айтты. О, байғұс-ау, жалғызының үйленейін деп жатқанда қуанышының жеткен жері осы ма? Шәркіл күйеуінің сөзін жақтырмай, іштей әлгіні ойласа да, ширақ жүріп дастархан жайды. Жоқ, оның қуанышының жеткен жері бұл емес екен. Шайды көңілденіп отырып, ұзақ сораптап ішті. Алдағы той қамы туралы екеуі кезек-кезек сөйлеп, таусылмас әңгімеге көшті. Олардың көп қиналып, басын ашып шеше алмай отырғаны отар, төл уақыты. Қыстайғы еңбектің нәтижесін көрсететін де осы шақ. Әлде тойды 1-2 ай кейіндете тұр деп айтсақ па екен, деп те оқталды. Бірақ бұл райларынан тез қайтты. Қойды улаттың көкесі, құдалар жағы тойға ақша таппай жатыр деп ойлап қалар. Яу, танымайтын жекжат біздің мұндағы қойдан шыға алмай қалғанымызды қайдан білсін? Ойласа ойлар. Төре жігіттің сағынды сындырмайық, бір амалын қарастыр. Ертесіне ертемен қойды өріске шығарып беріп, Шәркілге тастады да Сапар орталыққа кетті. Жол бойы басқармаға айтар ойын сабақтаумен болды. Бұл барғанда кеңсе жаңа ашылған екен, бастық орнында. Сапарды көргенде бірінші сұрағаны, отар қалай, аманшылық па, болды. Сапар отардың амандығын, төлдің бет алысының жаман еместігін, жалғыз інісінің үйленетінін, соған бармағын шорқақ тілімен үстемелей баяндап шықты. Орнына 10 күнге адам беруін сұрады. Бастық көп ойланды. Қанат бәріміздің де жақсы көретініміз. Оның оқу бітіретіндігіне, бір басының екеу болғанына қуанамыз. Бірақ, отағасы, сіздің отарды өзіңіздей бағатын адам жоқ. Тойды кейін өткізіңіздер. Не басқа амалын табыңыздар. Оның үстіне бастық күлімдеп Сапарға бағдарлай қарады. Орден, медаль деген нәрселер бар. Төлді жақсы алсаңыз, сізді соның біреуіне ұсынамыз ба деген ойдамыз. Бастық осы сөзі мұнаған шығар дегендей лекіліп күліп алды. Сапардың орталықтан жабырқау, қапалы оралғанын Шәркіл бірден сезді. Тез шай дайындап, киімін шешісіп бәйек бола қалды. Ондайда Сапардың тез жадырайтынын біледі. Бастық не деді? Не деуші еді? Орның адам жоқ дейді де. Шәркіл енді күйеуінің көңілін ортықтыра сөйледі. Орнын адам тастағанмен, атаға абыройы өзіне келмеген соң, өзіңде қайдан қарасын? Мен де соны ойлап отырмын. Ол кенет көңілденіп, күрт жадырады. Шұғыл шешімге келген жайы бар. Бұл тойға сен бар бәйбіше, неше ауа? Мен ауылдағы тойдың әкесін танытып, бел ортасында боламын емес пе? Сөйт, қайныңның тойын өз қолыңмен өткізіп кел. Оған сенен жақын адам жоқ. Мен өткен жылы өтпіскемде Алматыны көрдім ғой. Қайныңның арқасында сен де көріп кел. Мына қара домалақтар, ол өзінен төмен отырған шүпір-шүпір балақайларды нұсқады. Адам болып, Алматыда той жасаған шағашан. Қой, олай деме көкесі, ертең әлі. Дулатыңның өзі 6-шы сыныпқа келіп қалған жоқ па? Шәркілдің күн қаққан жүзіне қызғылт рең жүріп, қуаныштан жайнап шыға келді.
Шай ішіліп болған. Сапар маңдайының терін сүртіп, іргеге қарай шегініп отырды. Әй, осы сен білдің бе? Қалада өтетін тойға қанша қаржы керек екен өзі? Қанша керек екен? Өткен жиналыста Сәлім қожаның қанипасын көргенмін. Олардың тұңғыштары да былтыр оқуға түсе салып үйленген екен. Тойды сонда Алматыда өткізген көрінеді. 1000-дай кетті деп тұрды ғой. Кім біледі, Қанипа өзі есіп сөйлегенді ұнатушы еді. Қосыңқырап та жіберген шығар. Ол қосса, мен де қостым. Сен 1,5 мыңмен бар. Балалар қысылмай еркін жұмсасын. Ол жағын өзің менен жақсы білесің ғой. Шәркіл қалаға жүрер алдында 3 күн жиналды. Шайыңды қайнатып берсе де деп Сапардың жанына 7 жасар қызын ғана қалдырды да 2 кішкентайын жақын жерде тұрған шешесіне апарып тастады. Қайтарында жолай орталыққа соғып, интернатта оқып жатқан 3 баласына бара келді. Алматыға тойға жүретінін айтып, балалардың мұқтаж болып жүрген кітап қағаздарын бір параққа жазып алды. Сол жақтан ала келмек. Осы 3 күн Сапар келіншегін оқытумен болды. Қалтаңа мұқият болдан бастап, қай жерде қалай жұмсау керектігіне дейін топшылап үйретті. Әйелдік жасап ақшаға тарлық етпе, қайныңның өз еркіне бергін. Бүгінгі балалардың қай қажетін сен біле бересің. Алматыда дүние көп, қызықпағын. Бір сабақ ине жіп алма. Жетпейді десе, балаларға телеграм салғыз. Тауып жіберем. Мұндайда сенікі дұрыс демесе болмайтынын біледі. Жақсы, мақұл, ұқтым деп қостап қояды. Осы ауылдың Алматыда оқып жатқан балаларын тұтас шақырт. Қалып қоймасын. Ең мықты деген Алматы рестораны бар. Қайдан шықса сонан шықсын. Тойды сонда өткізіңдер. Күйеуінің айтқандарын көкейіне құйып алған Шәркіл Алматыға көңілді аттанды. Дүрс-дүрс солқылдаған пойыз дөңгелегінің дауысы мен Шәркіл жүрегінің дүрсілі үндес шығады. Көңілі алып ұшып, өрекпіп келеді. Тәтті қиялға беріледі. Төре жігіттің тойын дүрілдетіп өткізсем дейді. Тойға келген жұрт дән риза болса, бәрін өзім сыйласам дейді. Оқыған балалар да, құдалар жағы да жап-жас болып мына құдағи жөнді біліп тұр ғой десе, ауылға өзінен бұрын Сапардың Шәркілі керемет той өткізіпті деген атағы жетсе. Көңілі осылай деп сансаққа алып қашады. Көз алдына Сапар келеді. Тойға сол бармай, өзі келе жатқанға бір қиянат жасап алғандай қысылады. Жоқ, қысылуың бекер, жол сенікі деп бір ой басып айтады. Қалай десе де жол сенікі. Сапарға жолдас болғалы 15 жыл бопты. Құдалыққа баратын уақыты қалай болғанда да жетті емес пе? Қанат өз қолында өсті. Менен жақын кімі бар деп Шәркіл көңіліндегі бар түйткілді кейін ысырды. Сапардың өзі кеткеннен кейінгі күнін ойлады. Төркініне барса, 3 күннен артық жата алмаушы еді. Енді қайтер екен? Төре жандар қал деп жатқызып қойса қайтем-ау деп қиналды. Алматыда әйелдердің тырнағын бетін бояп беретін жер бар, деді-ау Сапар кетерінде қалжыңдап. Соған кіріп, ақ шабақтай келіншек боп кел дегені есіне түсіп жымиып күліп қойды. Сапар келіншегіне қаталтын. Анда-санда көңілі түсіп кеткенде болмаса, атын атамаушы еді. Әй деп, болмаса балаларға қаратып, әлгі шешелерің деп атайды. Еркелетіп, көңіл көтере сөйлеуі тіпті сирек. Бұған Шәркіл үйренген. Кейде осылай қалжыңдайтыны бар. Оның да ығын жатқыза алмай кеңкілдеп, ыржиып күледі. Шәркіл күйеуін сол қалпында біледі. Қандай үйдің еркегі әйелінің аст үстіне түсіп, сыйлап тұрады екен деп те ойлайды. Сапар сөйтсе жараспайтын сияқты. Сапардың мол денесімен ебедейсіз қимылдап, қазан аяқ жанында аюша қорбаңдап жүргенін елестетіп, сәл жымиды. Мен барғанша жүдеп кететін шығар. Көңілі алып ұшып, тағы алдағы тойға жетелейді. Шәркіл тіпті қиялға берілген бойда жастыққа қисайды. Бәйбіше болып, келін жұмсап, егде тартқан деген осы-ау. Осы оймен көзі іліне бастады. Түсіне ақ бөртпе шәлі жамылып, келіншек болып жаңа түскен шағы кірген еді. Алдын ала хабарланған қайнысы Шәркілді вокзалдан тосып алды. Екеуі жеңіл таксимен Қанаттың жаңадан шыққан пәтеріне тартты. Қанаттың жалдап алған пәтері шағын ғана 2 бөлмелі үй екен.
Дәлізден ене берген Шәркіл ішінен ғана күбір етті. Құдай-ау, Алматының үйде осындай болады екен. Осыны да үй деп. Орталықта саңғырлап тұрған 6 бөлмелі ағаш үйін есіне алды. Текке тұрау шіркін. Келінінің аты Настай екен. Бас аяғы тәп-тәуір, еліктің лағындай ғана бала көрінеді. Бұлар келісімен дәлізге қойылған газды шұқылап, зыр жүгіріп кетті. Кіріп шығып, тәте, шаршаған жоқсыз ба? Тәте, жайсыз отырсыз-ау, орындығымыздың да кісі отыратын түрі жоқ деп асты үстіне түсіп жүр. Жоқ айналайын, менен қысылмай-ақ қойыңдар. Сендерге не сын бар? Өздерің оқушысыңдар. Келінінің илтипатына Шәркілдің көңілі өсіп қалды. Кісі күтіп үйренген бал екен. Қаланың қыздары қылтың-сылтың келеді дегені қайда? Тіфә, тіл аузым тасқа деп іштей шүкіршілік етіп қойды. Көрмеген құда-құдағилар аман есен бе қарағым? Жақсы, әке-шешесі де жаман адам болмас деп түйді іштей Шәркіл. Қайнысы мен келіні дастарханға отырған кезде елдің амандығынан бастап, олардың сәлемдерін жеке-жеке атап айтып, берген сәлемдемелерін бұлжытпай жеткізді. Қанша қаржымен келгенін, тойды ел-жұртқа ұя алмай қарайтындай етіп өткізбек ниетін, сапардың төлден келе алмай қалғанын жүйелеп, тарқатып айта бастады. Қанат екеуі тойға шақырар адамның ұзын ырғағын есептеді. Сөз арасында келін де қосылып отыр. Қанат дейді, бір нәрсе айтуға жүрексінген адамдай көзін Қанатқа бір, Шәркілге бір аударып, күлімсіреп, қолындағы шанышқымен ойнап, тойға сонша адам шақырып, несіне көп шығынданамыз? Ең жақын деген туыстарды, достарды ғана шақырып, шағын топқа өткізсекші? Тәтем әкелген қаржының қалғаны диплом қорғаған соң Қара теңіз не Балтық теңізі жағалауына свадебное путешествие жасап қайтуға жетер еді. Сен қалай қарайсың? Өзің ойлашы, Қанат. Шәркіл келіннің мына сөзінен тіксініп қалды. Жап-жас болып, қалған ақшаға үйтсек, бүйтсек деген ұнамады. Япырау, онысы несі? Настайдың бұл сөзі тіпті ойына сыймады. Зу етіп, басына сұғанақ емес пе екен? Осы келін деген ойда келді. Әйтсе де жамандыққа қимады. Өзінің жаңа түскен кезін еске алып, салыстырып қана отыр. Күні кешегілерге дейін өз еркімен ақша ұстап көріп пе? Көзі тірі кезінде атасы кеңседен өзі есептетіп алып жүрді. Бұларға шай-сулық деп мөлшерлеп беріп жіберетін. Ақша ұстамадым-ау деп Шәркіл ойына да алмайтын. Үлкен кісілер тегінде арыдан ойлайды емес пе? Орталықта саңғырлап тұрған үйді алып беріп кеткенде солар. Қашан көшіп барамын десе де дайын тұр. Әзір қойдан шыққалы отырған жоқ қой. Оқу бітіріп барса, қайнысы тұрады емес пе? Бұл да Сапар мен Шәркілдің көксеген арман еді. Балаларды интернаттан шығарып алар еді. Қайнысының қолында тұрады ғой. Орталықта дүрілдетіп қайнысы тұрса, балалар екі үйдің арасында еркін ойнап күліп жүрсе, келіннің қабағы ашық, мінезі жайдар екен, балаға жайлы болар деп отырған Шәркіл. Жанағысы тегі балалығы ғой. Өз қызығында не көрінді дейсің деп түйіп келінін түзете. Қой шырағым деді. Қайнағаның жаман жақсы болсын, елде атақ абыройы бар. Бұлай етсек, міне емес пе? Мұнда оқып жатқан балалар бөтенің емес. Мына төре жігіт біледі. Ара жігіміз ажырамаған ағайын туыстың балалары. Оларды шақырмағанда кімді шақырасың? Өзінің ағат кеткенін көңілі жүйрік сезімтал келін жылдам сезді. Тәтәу, мен кімнің жақын, кімнің алыс екенін әлі де ажырата алмай жатырмын ғой. Сіздерді көп шығындандырмасақ деген ой ғой, деп Шәркілге ең жағатын сөзді айтып, екінші жағына шыға келді. Жүгері дәндеріндей тізілген бір келкі тістерін тегіс көрсете күлді. Ой айналайын, оны ойлағаныңа рахмет. Настайдың мына сөзіне қайта іші жылып, ақтарылап сала берді. Қайнағаңның дәулеті бір төре жігітке қалай шашса да жетеді. Қысылсаңдар, телеграм салыңдар деп қалды ғой. Шәркілдің Настайға көңілінің құлай кеткені сондай, келін деуге қимады. Атын атаса алдына шырағым, қарағым деген өзі білетін жылы сөздерін қоса айтады. Жаңа түскен келіннің құлағына келін, келіншек деген сөздердің шаншудай тиетінің басынан өткізді ғой.
Шәркіл онда небәрі 17-де болатын. Түскен күннің ертеңді-ақ енесі алатаңнан оятып, «Ал келін, шаруаңа ие бол» деп үй тірлігіне қосып еді. Келін деген сөзді алғаш естіген. Шеше үйіндегі тірліктен бұл тірліктің басқаша екенін осы сөз ұқтырған. Бірақ Шәркіл қабақ шытып көрген жоқ, нақ солай болуға тиіс нәрседей қабылдаған. Шәркіл тойды кешіктірмей өткізуге асықты. Үйден көп ұзап шықпаған соң ба, күйеуі мен балаларын уайым ете берді. Қаланың дәстүрі жақсы екен. Ауылдағыдай мал сойып, бауырсақ пісіріп, үй дайында бәуре болмайды. Барады да бір түнге ресторанды сатып алады. Той, сапар айтқандай, Алматы ресторанының банкет залында өтті. Халық мол жиналыпты. Ауыл балалары түгел шақырылған еді. Қонақ көп болғаннан соң ба, олар аз ғана топ болып, көзге қораш көрінеді. Тойды өңшең, лыпыл қаққан пысық жігіттер басқарып жүр. Ең ортада қайнысы мен келіні отыр. Олардың оң жақтарын ала, Настайдың құрбылары, құдалар. Оған жалғас Алматының Қанатты танитын көңілдес қызметкерлері орналасқан. Сол жақта Қанаттың бірге оқитын достары, одан әрі ауыл балалары. Шәркілді қайнысы мен келінінің қарсы алдына отырғызған. Тойды Қанаттың мұғалімі деп таныстырған мол денелі, шашына ақ кірген егде адам ашты. Тегі оқыған адам шөшшен келеді деген рас екен ғой деп таңданды Шәркіл. Әлгі мұғалім майда қоңыр дауыспен әр сөзін баптап, салмақтап, екі жасқа бір талай тілек айтып, ниет білдірді. Ұстаздың сөзіне қайнысы мен келінінен бұрын Шәркіл толқып отыр. Жаңағы айтылған ақ тілеудің бәрі мұның да көкейінде сайрап тұр ғой. Дүниедегі бар жақсыны тілер еді, тіл жетпейді. Бар болғаны әппақ желек астында алақ үйін сезімнің құшағында алабұртып, екі беті сәл қызара демінде аз ғана діріл білініп, толқып отырған келініне ет жүрегі елжіреп, айналайын-ай деп іштей айналып толғанып қояды. Тойдың бас жағын ала алыстан келген жеңгесі деп Шәркілге сөз берді. Шетінен шешен, мұндай шаршы топта сөйлеп көрмеген ол қысылып, сасқалақтап еді, Қанат демеп қойды. «Бір нәрсе деңіз. Мен мына төре жігіттің жеңгесі боламын. Тойға жалғыз келгенге алды-артында ешкімі жоқ екен демеңіздер. Төрежан үйленем деген соң, ағайындарды жинақтауға мұрша келген жоқ. Және қазір төлі айы. Жазға қарай бұйырса құданың алдына келіп арнайы түсеміз. Әзірге қолымызда барымызбен келіп қалдық. Азды көпті осы тойымызға риза болыңыздар. Біздің үйдегі кісіге басқарма рұқсат бермеді. Қойды баққан соң, оның бар азабын көрген соң, төл кезінде кетіп қала алмады. Колхозға бір медаль келген екен, соған да үмітіміз бар. Тәтәу, оның бәрін сізден кім сұрап жатыр? Танымайтын құда-құдағиларға айтып жатқаным ғой. Төре жігіттің көкесінің ауыл аймаққа беделі де жоқ емес. Еңбегіміз абыройлы. Настай келін бұрын сіздердің бала болса, енді біздің бала. Бір адамнан кем болмас. Қысқарақ тәте. Осылардың бақытты, үбірлі-шүбірлі болуы үшін. Міне табылған сөз. Жұрт гуілдеп жатыр. Шәркіл терлеп, қайнысы қызарып кетті. Тәте, тамақ алыңыз. Шәркіл терін сүртіп, айналасына қаранып отыр. Мұның сөзін ешкім жат көрмеген сияқты. Қап, төре жігіттің бөле берген ай. Шәркілдің құда-құдағиларына қарата тағы біраз айтпағы бар еді. Осындай ұлы дүрмек, үлкен жиын үстінде айтпағанда қашан айтпақ? Неге құдаларға жақын отырмадым деген ой келді. Қанаттың өзіне қарсы отырғызғаны есіне түсті. Төрежан бір нәрсені біліп отырған шығар. Шәркілдің таңданысы, шалқуы ұзаққа бармады. Көңілінде басқадай бір сезімнің туғанын сезінді. Қандай жарықшақ түскендей. Ол жағалай, бағдарлай қонақтарға көз салып отырған. Үлкен де, кіші де, ғалым да, ұлы да баладан өседі. Мен Қанаттың өзі шықпаған биіктерге шығатын 10 шақты ұлдары болса дер едім. Жұрт ду ете түсті. Столдың Шәркілге қарсы бетінде отырған жіңішке сары жиек көзілдірікті келіншек тітіркеніп, Настай тап сол жерде өңкей қызыл шаққаны туа салғандай-ақ басын шайқап, 10 шақты? Ужас, слишком много дегені.
Мұны естігенде Шәркүлдің өне бойы дір ете түсті. Астапыралла, бала көрмегендей, онысы несі? Апырау, жаңа ғана осының өзі де сөйлемеп пе еді? Не деп еді сонда? Екі жастың бақытты болу үшін шемін деген екен ғой. Жаңағысы не сөз? Әлде қағыс естідім бе? Бақытты баладан бөліп қарағаны ма? Солай болғаны ғой шамасы. Шәркүлдің ойы астан-кестең. Ол енді бір тектес сөзден, той басқарушының бір сарынды таныстыру өлеңнен де жалыққан. Сөйлесіп отырайын десе, айналасында өңкей жас қыздар мен жігіттер. Құдалардың столына таман отырмағанына шындап өкінді. Тап осы жерде төрежегітті тыңдамағанда еш нәрсе болмайтын еді ғой. Құдалардан да Шәркүлге пейіл білдіріп отырған ешкім жоқты. Кейіптерінде қыз берген жақтың ежелгі паңдығы, асқақтығы бар. Құдағыйы тумысында кербез болмағанмен жорта тәкаппар шалқаяды. Бабымызды тап дегендей. Шәркүл мойын созып, үн-түнсіз томсарған құдағыйына тіл қатып, сөзге тартпаққа оқталып еді. Қанат, тәте, қайтесіз деп басып тастады. Шәркүл дегенмен осы тойдың иесі өзі болған соң, қонақтарын өз қолымен сыйламаққа, құдағый-ау, сіз алмай отырсыз ғой, деп тауыстады. Құдаша, бізді қайтесіз, өзіңіздің қамыңызды ойлаңыз. Шәркүлге құдағыйын сызданған жауабы оған қатарлас отырған екі келіншектің бір-біріне көз қиығын тастап, мырс-мырс күлгені жайсыз тиді. Өзін сынап отырғанын аңғарды. Құдаларымен және мынау барша жұртпен өзінің екі арасында көзге көрінбейтін қорған тұрғандай. Әңгімелесіп, көңіл жұбатарға бүкіл тойдан бір адам таппай жалғызсырады. Айнала төгілген ән күй, шаттық пен күлкі болса да, мұның көңіліне ауыр мұң ұялады. Тіпті мына жұртқа оның бар жоғы бәрібір болар-ау. Шәркүлге өзінен басқаның бәрі бақытты, бәрі қуанышты сияқты көрінді. Көңілі пәс болып, жұрттан шет қалғанына өзін кінәлідей сезініп, төменшіктей берді. Тәте, тамақ алыңыз. Тәте, ішпедіңіз ғой деп келіні ғана ауық-ауық тіл қатады. Оған да шүкір. Бара-бара бастапқытай бір кісідей күлу, бір кісідей ән айту тәртібінен ауытқып, той гу-гу қызды. Шәркүлге көздерінің астымен қарап отырған ешкім байқалмайды. Әркім өзінше. Шәркүл сонда ғана өзін еркін сезініп, бағанадан көңілін қажаған ауыр ойлардан серпілейін деді. Енді ол жұртты сынай бастады. Көзін қанша аударып әкетейін дегенмен, көзілдірік таққан жанағы әдемі келіншекке тоқтала берді. Жалғыз Шәркүл емес, көпшіліктің пейілі де соған ауып жатқандай. Настайдың жақын жеңгелерінің бірі мекен. Әсіресе жігіттер жағы жиі әзіл тастап, сөзге тарта береді. Шәркүлдің жанында отырған келісті, көркем жігіт те араларының алшақтығына қарамай, қолын созып, рюмкасын соғыстыруға ұмтылды. Япырмай, сіздей адамның жанында отырудың өзі жарты бақыт екен ғой. Құдай-ау десеңші, ән ғой ән. Келіншектің айналасындағы жігіттер қолпаштап кетті. Келіншекке өзімен қатарлас адамның оны жақсарта қарындас дегені ұнаса керек, басын оң жағына қисайтып, көзін төңкеріп, жымия күліп алды. Көзілдірігін шетінен ұстап, сәл дүзеп қойып, бишілердің қолындай салалы саусақтарын әсем созып, рюмкасын алды. Рюмкасын түйістірмекке көтере беріп, тағы сылқ-сылқ күлді. Көзін жігітке еркелей еркін тастап, қол қалай түстегендей. Жігіттің қолындағы рюмкасы қисайып, Шәркүлдің етегіне шарап тамшылады. Осы келіншектің жас шамасы менен кіші емес шығар деп ойлады Шәркүл іштей. Үлбіреп, қыздай сызылады. Қаланың адамдар-ай. Қызы қайсы, келіншегі қайсы, айырып болмайды ғой шіркіндеріңді. Шәркүл өз ойымен отырған еді. Жолдастар, деп бағанағы жігіт орнынан тұрды. Даусы барлық шудан көтерін кестілді. Ақынның даусы басты ма, әлде мысы басты ма, зал тына қалды. Жолдастар, бағанадан Қанат пен Настай туралы ғой керемет жақсы пікір айтып жатырсыздар. Әрине оған олар тұрады. Осындай жақсы азамат өсірген жігіттің ағайын туысы бар емес пе? Сол қауымның атынан арамызда Қанаттың жеңгесі отыр. Жеңгелердің қуанышы ерекше болу керек.
алыстан қарбалас уақытта алып келгенде сол қуаныш екені белгілі. Осы жеңгейдің ақ ниеті үшін, денсаулығы үшін, қанаттай азаматтарды өсіре беру үшін деп бір рет алып қоюға болатын шығар деймін. Шәркіл дір етіп, бойын қуалай бір толқын жүгіріп өтіп, екі бетінің ұшынан шыққандай алаулап кетті. Өзі туралы ақын айтады деген ойында жоқ қой. Браво, браво! Жастар жағы ду ете түсті. Орындықтар сартылдап, түрегеліп тұрып, ішіп жатыр. Шәркіл өзі де рюмкадағы шүпілдеп тұрған коньякты ішіп салды. Бағанадан жалғызсырап отырған көңілі әлгі сөзден кейін толқып, егіле бастағаны. Шәркілдің керемет ән айтқысы келді. Ол өзінің жақсы көретін келіншек әнін бастады. Көптен ән айтпаған соң, дауысы бастапқыда жарықшақтанып естілгенмен әуелетіп алып кетті. Ол әнін үзіп қоя бергенде жұрт шу етіп, шапалақ ұрып отырып алды. Әнінің осынша әсер еткендігін Шәркіл білмеген. Тіпті Шәркіл біреу үшін ән салып көрген емес. Кейде көңілі тасып шалқығанда, мұңайғанда әндететін әдеті бар. Мұның жаңағы әні баз біреудің көзіне түсу үшін, қауымның назарын өзіне аудару үшін, немесе басқадан асыра айтуға тырысқан өзімшіл ниеттен таза еді. Тек өз көңілінің бір сәттек сезімін ғана сыйдырып тұрған. Сол табиғилығымен баурап алса керек. Барлығы қошемет көрсетіп, пай, қалай айтады-ай деп тамсанды. Шәркілдің көңілі одан көтерілмеді, қайта құласып қалғандай. Оны өзі де түсіне алмай отыр. Алыстан бақыт деп сезініп, соған сағым қуғандай жетем деп алқына жеткенде, үміткер нәрсенің алдамшы болып шыққанына өкінгендей ме, әйтеуір түсініксіз бір күй. Ол сызылтып тағы ән бастады. Талдан таяқ жас бала таянбайды, бала бүркіт түлкіден аянбайды. Өгай-ай, ән салшай, бір балай, қос етек бұраң бел, қуалай соғар қоңыр жел. Көтеріп айтқан сайын бойындағы топтанған түйнек шешіле бастағандай. Беріле айтқандағы әдетіне салып теңселіп отыр. Тәтәу, қойсаңызшы, не болған сізге? Шәркіл өзінің жылап отырғанын енді аңғарды. Көкірегінде тығылып, сыздатқан нәрсе әнмен, жаспен шығып жатқандай. Одан сайын созылтып, еріксіз тыңдатады. Әнінде сорғалаған мұң, өкініш, наз білінеді. Неліктен? Ән салшай, бір балай. Бұл оның сүйетін әні. Ән ырғағына әбден беріле аңыратып отыр. Бордай егіліп жылап та отыр. Бақыт дегенді сезініп, көңілі жай, ойы орнында болса да, сол көңіл түкпіріндегі жұмбақ шақты еске ала беретіні несі екен? Аңсайтыны несі екен? Шәркіл бақытты ма? Оны да айта алмайды. Сапарға тұрмысқа шыққан жылы болар, екеуі тойға барған еді. Ойын кезінде бір бейтаныс жігіт Шәркілге өлеңмен тиісе берді. Ашық үні құлаққа жұмсақ тиеді. Әнші екен. Шәркілді өлеңмен көп қажыды. Бірақ жауап қатып, айтысуға Шәркіл ұялып, бар болғаны орамалының шетін тістелеп, қызық бала екен өзі дей берген. Сапар бұрқан-талқан ашуланып, жүрлеп мұны тойдан алып кеткен. Шәркіл жыласа, әлде қашан ұмыт болған, бейтаныс бозбаланы есіне түсіріп емес, жігіттерге ән болған, алыстап кеткен жастығын аңсағаны шығар. Қазір айтса, мұны отырған жұрт сенер ме екен? Сенбейді. Қызғалдақ ғұмырындай қысқа, уайымсыз, алаңсыз, сондығына қарай баянсыз, шағын сағынғаны болар. Өтіп бара жатқан уақыт-ай. Бәлкім, мұны отырған көзілдірікті келіншек ондаған жылдар осылай сылқылдап өтер, деп ойлады Шәркіл. Ондаған жылдар жігіттер әнін арнап өтер. Шәркіл өзінің қартая бастағанын бүгін сезіне түсті. Көңілі де жер болып отыр. Құдағиларыңыздан ұят болды ғой тәте, қоймайсыз ба? Қайнысы қанша жұмсақ айтқанмен, лып етіп қызарған жүзі, білеуленген шеке тамыры ашудан тырсия қалғанын жасыра алмай-ақ тұр. Оны Шәркіл жазбай таныды. Қайнысының мұнысы көңілін одан сайын қапаландырды. Тойда өлең айтса, несі айып деп налыды. Бөтенің емес, өз қайныңның тойы ғой. Қанат той басқарып жүрген жігітті қасына шақырып
әлдене деп жатты. Үзіліс жарияланып, жұрт биге ойыса бастаған. Шәркүл орнында отыра берді. Жеңешемнің ән-ай деп екі жігіт Шәркүлді қолтықтап орнынан тұрғызды. Оның сыртқа таза ауаға шыққысы келіп еді. Балалар соны түсінгендей ғой деп түйді Шәркүл. Әр жерден сыбыр-күбір естіледі. Құдаша мас боп қапты. Қайнысының тойында бір ішейін дегені ғой. Байғұс-ай, сонша ішпесе етті. Шәркүл мас еместі. Ілік-шалыс сөздің бәрін естіді. Бойын билеп, көңілін сыздатқан бір сөзімді өзі де ұқпай келеді. Басқа біреу қайдан білсін, шамасы өздері мас болу керек деп қана қойды іштей. Екі жігіт есік алдына шықты. Қастарына Қанат келді. Тәте, қалыңыз қалай? Шаршаған жоқсыз ба? Осы төре жігіт қызық. Бүгін менің шаршадым деп айтатын күнім бе? Құдалар жағына барайын ба? Оларды күтетін жігіттер бар. Сіз үйге барып демалсаңыз қайтеді, тәте? Сөйтіңіз. Тойға келгендерге қызмет көрсетуге бір такси есік алдында қантарулы тұр еді. Қанат жеңгесін қолтықтап машинаға қарай алып жүрді. Соған отырғызып, екі жігіт Шәркүлді пәтерге алып келді. Үйге келген соң Шәркүл ал кеп жыласын. Осы әулетке келін болып түскеннен бері жанына бата ренжігені осы шығар. Енеден естіп келген сөздерінен де, сапардың көңіл қалдырып, сағын сындырған кездерінен де қайнысының мына қылығы ерекше батты. Қым-қиғаш ойға кетті. Кешегі өз қолымда өскен төре жігіт емес пе еді? Неге бүйтті? Осы тойда мені бір білетін адам болса, ол өзімнің төре жаным емес пе? Соншама жер түбінен бар малды, бала шағаны тастап келіп отырғам жоқ па? Деп қамықты. Шынымен ақ төре жігіттің өзгергені ме? Әлде осы төре жандікі дұрыс па екен? Өңкей жастың арасында менің отыруым өрескел болғаны ғой. Олай дейін десе, құдалары еске түсті. Қап, құдалар күтусіз қалдау. Жас балалар бабын табалар дейсің бе? Құдалардың той үстіндегі қылықтары есіне оралды. Төре жігіт жаңамен сөйлегенде неге сонша қысылды? Күн-түн қатып, бір солар деп қой соңында жүргендегі көрмегіміз осы ма? Тойында еркін көсілтіп сөйлетпеді де ғой шіркін. Әлде аға жеңгесінің қойшекеніне қысыла ма? Деген бір ой көкірегін тырнап өтті. Алматыда шалқытып той жасап отырғаны да біздің қойдан тапқан адал табысымыздан емес пе? Оған несіне қорынады екен? Әуелеп алып ұшқан көңілі жермен жексен. Екі көзге ерік беріп жатыр. Құдай-ай, сапарға не бетімді айттым? Оған да өз туысы жақын ғой. Осылай болды десем сенер ме екен? Сенбейді. Сен бүлдірдің деп өзінен көрмесе не қылсын? Шәркүл күйеуін бір жағы аяды, бір жағы одан қорықты. Жеңілтек басым-ай, соның сөзін жібермей несіне желпілдеп келе қалып едім. Бір реніші несіне түсіріп кеп жыласын. Таңертең бет аузы сіңкі, қабағы сынық оянды. Қайным мен келіні таңға жуық той тарқатып бірақ келген. Сонда да Шәркүлден бұрын тұрып ас дайындап қойыпты. Тәте, басыңыз ауырып отыр ма? Қабағыңыз келмей отыр ғой. Екеуі екі жақтан бәйек болып алды-артын орайды. Шәркүлге бастапқыдай әсер етпеді. Жанымен ақтарыла алмады. Көңілінде дық қалыпты. Қалай білдірмейін десе де сезініп қалады. Мұнда енді көп жата алмасын сезді. Тойдан қалған қаржыны қайнысының көзінше есептеді де жартысын бөліп қолына ұстатты. Қалғанын ол жақта бала шаға бар ғой деп өзіне қалдырды. Астан кейін келінін ертіп алып, қаланың біраз дүкендерін шарлап, балаларына, сапарға, өзіне тұтастай киім-кешек, керек-жарақ сатып алды. Құдаларына кіріп, қоштасып шықты. Сол күні пойызбен Шәркүл ауылға жүріп кетті. Басын шырмаған кешелі бергі күннің оқиғаларын ұмыт етіп, бір тынығайын дегенмен, дүрс-дүрс солқылдаған пойыз жүрісінен оның ұйқысы келмеді. Купенің қапырық ауасы тұншықтырып, иықтан басып тұрғандай. Келерде мұның бірін байқамаған еді. Шәркүлдің көңілі жүдеу. Алматыда той өткізіп келіпті деген аттан еш қуаныш таппай сыздайды. Көзін жұмды. Шашын тоқпақтай етіп желкесіне түйген, қасын керіп, тәкаппар шалқайған құдағыы
Қанатшы, бұлай істесек қайтеді деп күлім қағып, біресе олай шығып, біресе бұлай шығып, бөрінің де көңілін тауып, лыпып отырған жүзіктің көзінен өткендей пысық келіні, «Ох, слишком много» деп тіксінген алтын жиекті көзілдірік киген келіншек, «Тәте, сіз шаршаған шығарсыз» деп күліп айтып, қабағымен «Сіз артықсыз» дегенді ұқтырып тұрған қайнысы Шәркүлдің жүрегін бір-бір шаншып өтті. Сапарға мұның қайсысын айтпақ? Айтып мін таппассың, қайта ұсақ түйекті жіпке тізген кінәмшіл атанарсың. Көз алдына тұңғышы Дулаттың момақан жүзі келді. Ойлы, тұңғиық жанары жаудырап, бұған «Тәтәу, несіне сонша налыдың» дейтіндей. Басқа балалары бір төбе, тұңғышы Дулат бір төбе. Мұның сәл қапаланғанын әуелі елден бұрын сол сезеді. Шәркүл баласының соншалық нәзік сезімталдығына қуанатын, марқаятын. Қазір де «Тәте, налымашы» дегенді көзбен ұқтырып тұрғандай. Шәркүлдің көз алдына жастары іркес-тіркес қаздың балапанындай бөпелер елестеді. Көкірегін шымырлатып, сағыныш биледі. Ашу-ыза тарқап, сағыныш, аяушылық сезімі бұрынғы үйі жұмсақ Шәркүлді қайта тапқандай. Өзінің тойда жылағанын ағат болғанын сезіп, «Ту, ятай, қара басқыр басым-ай» деді. Төре жандар өкпелеп қалдау. Ол тойды өткізе салып, қайнысы мен келінінен қашқандай болып кеткенін ойлап, тағы өкінді. Көкірегі болмашы сырқырады. Соғымға деп жіберген тананы сатқызып, ақша салдыртайыншы. Келесі қысқа дейін ерте ғой. Келіннің барам деген жағына барып келсін. Сапарға айтсам ба? Осы ойдан кейін бойы жеңілдеп, көңілі тыншығандай болды. Жүрдек пойыз анда-санда қышқырып қойып, жерді солқылдата тарта берді. Дауысы қатты, жүрісі айбарлы. Сірә, адал жанды келіншекті көңілі жара салмаған, қым-қиғаш иірімі көп, біріне түсінсе, бірін түсіне алмаған, күрделі, күле отырып ренжітер, мақтай отырып шектетер ортадан алысқа әкеткісі келетін сияқты. Шәркүл терезе жақтауына сүйеніп, алысқа көз тікті. Сіздерге әсерлі әңгіме сыйлаған өмір жолы арнасы. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.